Спортшы олимпиадаға қатысып, бір сәтте жүлделі орынды иелену үшін жарты ғұмырын, тіпті бүкіл өмірін спортпен шұғылдануға арнайды. Бізде де солай, осыған дейін жерге адам болып келген өміріміздің барлығы дерлік дәл қазір жерде өмір сүруіміз үшін жасалған дайындық қана. Тек памятіміз өшіп, өзімізге не керегін ұқпай, әркімге бір жәутеңдеп отырмыз. Одан қалды өзімізді зерттеуге, ішімізге үңілуге, жүрегімізге үңілуге, тыңдауға ерінеміз. Бізге сырттан ести салған оңай. Әй, деп жатыр ғой ел деп шыға келеміз. Немесе біреуді пір тұтып, біреуді ұстаз ғып, тақсыр ғып, соның етегінің астына кіруге дайын тұрамыз. Ойбай, солай деп жатыр деп. Өз ойымыз жоқ та. Ескі дәуірдегі жаңағы құлдық санадан шыға алмай дымың құру деп аталады бұл. Сонда сен жерге ішіп жеп, көбейіп, біреуді құдай жасап, соның соңынан ілесіп жүру үшін келдің ғой. Солай болып тұр ғой. Негізі хайуандар ғой, өмірге ішіп жеп, көбейіп, выживаниеде тірі қалу үшін келетін. Ал сен хайуан емес, адамсың. Және рухың жерге 100 бәленбай рет дәл қазір лағып жүруің үшін келген жоқ. Олай емес, сен жеуді ғана ойлайтын хайуани санадан да жоғарысың, сен жарық нұрсың. Құдай сені өзіне ұқсасын деп жаратып, жаратушы атанды. Ендеше ойлан, өмірге не үшін келдің? 2024, 2025, 2026 жылдар әр адамға осы сұраққа жауап тапқызбай қоймайды. Өмірге не үшін келдім деген сұраққа. Ойбай, рухани әлемді зерттесем, қуып кетемін, ел мені адасушы деп айтады, одан қалды достарсыз қалам, ақшасыз қалам деп қорқып тұрған ана қисық эго бар емес пе? Соны ақшамен де, денсаулықпен де, жанды жеріңмен де қысып, сығып, түзетіп орнына қойып қояды. Бірдемені зерттеуге ерінсек, құдай білер деп, бірдемені бүлдіріп алсақ, ойбай, шайтан мені азғырды деп жауапкершілікті итере салатын әдет бар ғой, оны да қойғызады. Талай опыттан өткен адам ретінде айтып отырмын, және осының барлығын істейтін сіздің өзіңіз, жоғарғы меніңіз, ана жақтағы высший яңыз. Сондықтан бұл жерде ешкімге ренжи алмайсыз. Неге әлем, жер планетасы алғаш рет жоғары өлшемге көтеріліп, бүкіл ғалам осы өзгерісті бақылап отыр деп жатыр? Неге бәрі өзгеріп жатыр деп жатыр? Физиктер жаңағы квантовый скачок, переход, квантовый запутанность деп дабыл қағуда. Адамзаттың ДНК-сы өзгеріп жатыр дейді. Сонда бұл жерде бүкіл ғалам, бүкіл әлем адасып жүрде, түсінгісі келмей қитығып отырған сен ғана ақылдысың ба? Әлем өзгерісті түсініп қабылдап жатқан кезде бұл жерде түсінбей отырған мүмкін проблема сенде шығар. Соны ойланып көрдің бе?